Манчестер Сити Премьер-лигада өз күшін айқын көрсетіп, Вест Хэм Юнайтедті 3-0 есебімен жеңіп, турнир кестесінің шыңына көтерілді. Чемпиондардың бұл сенімді жеңісі олардың тағы да фаворит екендігін көрсетті. Матчтың басты кейіпкері Эрлинг Холланд оның голдары мен ойынға қосқан үлесі кездесудің тағдырын шешті және Ситидің басымдығын толық дәлелдеді. Жанкүйерлер өз командасының жаңа көшбасшылық орнын қуана атап өтті. Ойын басталған сәттен-ақ Манчестер Сити жеңіске деген нық ниетін көрсетті. Өз алаңында ойнаған олар допты толық бақылап, үнемі алға қарай ұмтылды. Ал орталық тұлға, әрине, Холланд оның қозғалысы, күші және голға деген ашықтығы Вест Хэм қорғанысына бірден қиындық тудырды. Тайталас күшейе түскен тұста Холланд алғашқы голын соғып, есепті ашты. Бұл сәт стадиондағы атмосфераны дүр сілкіндірді, жанкүйерлер қуаныштан жарылды. Гол Ситидің басымдығын және Холландтың қақпа алдында қаншалықты қатыгез екенін көрсетті. Есептің ашылуы Вест Хэмді қиын жағдайға қалдырды. Ал Сити допқа иелік етуді жалғастырып, ойын қарқынын толық бақылауда ұстады. Холланд әр сәт сайын қауіп төндіріп тұрды. Оның физикалық мүмкіндігімен ақылды орналасуы қарсыласқа еркіндік бермеді. Екінші тайм басталғанда да Сити темпін бәсеңдетпеді. Чемпиондар жеңісті бекіте түсуге бел буды. Сол сәттің келгендей, Холланд тағы бір гол соғып, есепті 2-0-ге жеткізді. Бұл оның әлемдегі ең қауіпті шабуылшылардың бірі екендігін тағы бір рет дәлелдеді. 2-0 есебінен кейін де Сити сабырлы ойнап, допты өз бақылауында сақтап, қарсыласына мүмкіндік бермеді. Жанкүйерлер болса, жеңістің Премьер-лигадағы жағдайға қаншалықты маңызды екенін түсініп, командаға жігер беруден танбады. Соңғы сәттерде Манчестер Сити 3-ші голын соғып, кездесуді нүктеледі. 3-0 бұл нәтиже олардың чемпиондық жолындағы сенімді қадамдарының бірі болды. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып комментарий жазып тіркеліңіздер. Бұл бізге осындай видеолар жасауға шабыт береді. Рахмет.